Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен цветная капустадан жасалған салаттың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін қайнаған суға шым-шым тұз салып, цветная капустамызды қайнатып аламыз. Сосын помидор мен огурцыды дәл осылай етіп тураңыздар. Капустаны қайнат болған соң сүзіп алып, бұны суытамыз. Бір жұмыртқаға шым-шым тұз салып, оны араластырамыз. Жұмыртқаны капустаға салып, жақсылап араластырып, сармайды табаға ерітіп, капустамызды қызыл түске бояғанша қуырып аламыз. Міне біздің капустамыз қуырылды, әп-әдемі болып, иісі керемет, дәмі де керемет. Помидор огурцымызды қосып, үстіне шым-шым тұз саламыз. Сосын майонезбен араластырамыз. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді. Сіздер бұны бір жегенде күнде жасай бергілеріңіз келеді. Достар, менің каналыма міндетті түрде жазып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас дәмді болсын.